Әлемде талай қызық бар, оянда Австралияға аттан. Түскі бір Голберн қаласы, жазық жер, кең байтақ даласы, қуатын күннен алатын панельдерін қойыпты ұйымшылдығы жарасып. Негізі қоюшы әкімдік халыққа өздерін жақын қып, алайда күтуден жалығып тұрғындар барыпты қадамға батылмақ. Сырттан қарасаңыз үлкен компанияның мүлкі сияқты, бірақ бұның иесі дөңгелетіп отырған қызметшісі де қарапайым халық. Дәл осындай белсенді ұйымдасқан кім бар? Жоспарлап ұзақ 8 жыл 4500 панельге жеткізіп отыр тұрғындар. $1,5 миллион грантты ұтып алыпты, өзгеге үлгі болсын деп қағазға көрген білгенін әдістеме қылып салыпты. Соңғы 8 жылдағы Австралия есебі ұйымдасқан панельдер 3 есеге көбейіп 145 болды деседі. Таза энергия алатын қауымдар солай өседі. Кешкі 5 Лондонда тың көрме, арман болмаған кімдерге Габриэль Коко Шанельдің бар мұрасын қойыпты жұрт үшін ғашық сәнгерге. Көрмемізде Габриэль Шанельдің 1910 жылы алғаш ашылған бутигіндегі киім үлгілерінен бастап 1971 жылғы ең соңғы коллекциясына дейінгі бұйымдар қойылған. Қазіргі әйел образының қалыптасуына әсер еткен әрбір элемент талай уақыт өтсе де әлі өзекті. 200-ге жуық туынды жаулайды көздің жанарын, моданың заңдылықтары ұғасын қайталанарын. Әшекей бұйым есі толып тұр осы көрмеде, көргіңіз келсе Лондонда 5 айдай айтар сән әнін. Түскекі, Каракас, жағасы теңіздің. Жұрт жатыр демалып, айтатын тақырып бұл емес негізгі. Әлемдік жағалау күніне арнайы жағаны тазалап, жүрбіртіп волонтер еңізгі. Бұл күні жағажай мен теңіздегі эко-жүйенің маңызын атап өткенді жөн көреміз. Түрлі дағдарыс құрсауында қалған табиғат адамзат бастамаларымен ғана сау қалпына оралады. Біз ерікті түрде жылына 1 рет не 2 рет осындай ауқымды шара ұйымдастырып, пластик қалдықтарды жинап, Венесуэла жағалауларын тазалап тұрамыз. Бұны парыз деп есептейміз, әрі таза теңіз жағасы демалушыларға да ләззат сыйлар анық. Шенеунік студент кәсіпкер бәрі бар. Осылай жиналып бәрі күш біріктірсе, тұншыққан жағалау қоқыстан арылар. Тұншыққан қоқыстан тау, орман тағы бар. Тазалық ұранын дәл осы жастардан құрметті көрермен оянда қағып ал.